Бүгінгі видеода біз достар жай ғана ағаш және де лава сумен аспанда выживание режимінде дамитын боламыз. Біз қаншалықты дами аламыз және де қалай үй сала аламыз, соны бүгінгі видеода көрсетпекшіміз достар. Ал сендер видеоға лайк басып және де каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Ал бірге бастайық. Ей, бәріне сәлем достар, сендермен бүгін мен Жанасыл. Бүгін біз достар Майнкрафтта выживание режимінде тек ағаш, су және де лавамен үсіп аспан әлемінде дамып көретін боламыз. Бүгін бізде қонақта Глобал. Ал өзін таныстырып кетсең? Йоу, бәріне сәлем достар, қалдарың қалай? Мінекей достар, бізде тек қана осы ұшақ ингредиент, яғни осы үшеуі арқылы біз дамып көреміз аспан әлемінде. Бұл негізі қызықты видео болмақ. Ал, достар, так, бізге бірінші ағаш сындыру керек. Ағаш арқылы біз үйді саламыз, доск шығарып, верстак құрап, ары қарай дами алады екенбіз. Және де кирка жасап, ана жақта тас сындырсақ, бізге былай да былай пайда келеді, достар. Солай емес пе? Так, ой, Жанасыл, біздің аяқта не істеп жатыр өзі? Қалай дамимыз? Мен істесем болады енді. Ал енді Глобал, сен ағаш отырғыза берсең негізі болады былайынан ше. Бірақ енді лаваға жан кетпесе болды. Так, Глобал, мен саған қазір верстак жасап бере аламын доскадан. Мақұл, жарайды, қоя сал ана жерге. Өзім қазір қолдана берем. Жарайды ал. Ал сен істеп түсін. Қазір енді тұқым егем ғой. Міне саған верстак, осыдан керек затын шығара бер. Ал достар, мен қазір кирка шығарып алам. Киркамен қаза берем. Так, кирка міне бізде осы. Аяқта тасты ала берем. Жатам, Жанасыл, не істейсің қазір? Міне, мен Глобалға бір кирка бердім, ол да сындыра берсін. Так, бір тасымыз күйіп кетті достар. Блин, мен өзім сындыра берем, Глобал, сен өзің басқа нәрсе істей бер. Айтпақшы достар, бізде ойын барысында суды астыға қарай ағызып, онымен астыға түсіп және де көтере алсақ болады. Астыдағы зомбилерді өлтіріп, яғни қой, адамнау жануарларды өлтіріп, біз тамақ жасай аламыз. бағанды нағып айтпадың, мен жасай беретін едім ойыншы. Ренжіме сен, ойбай, Глобал, ренжіме енді. Ескертуді ұмыт кетті сендерге. Так, біз енді тасым күйіп жатыр, мен қайта Байди, үй сала берсек болады, түп шығып атқан сияқты ма? Қалай болсын? Блин. Так, астын тесіп берем, Глобал, ал сен түсе бер. Мақұл, қазір түсем. Кетті ғой деймін сол. Я, Глобал, кетті. Ал достар, бүгінгі видео қызық болады. Глобал түсіп кетті ме? Глобал, қайдасың? Я, түсіп кеттім мен, астыдамын уже. Суда. Ой, Глобал, алдамаса ше, мен қалай өтірік алдап түсін, үй түрін болып кетпей. Енді түстім десіш? Қалжыңдай, менді көріп тұрып әдей сұрайсың сенде. Так, достар, енді мен де Глобалға көмектесейін бар басқа түсіп. Зомбилер бар да? Маңғарыңдар достар, сундук. Глобал, көрдің ба сен? Я, жана көрген мен. Так, достар, мыналарын бәрін тұнап алайық. Ай, ма зомби мені өлтірейін деп отыр, Жанасыл, құтқар. Глобал, тез келе берсін, сөзін енді былай қарай. Болды, өлтіріп тастадың. Молодец, сен не деймін басқа. Так, мен мұнан бәрін алып алайын, сен Глобал алдай тұр. Мақұл, қазір алдайым сен. Ойбай, маған оқ атып жатыр. Көмектес маған, Глобал. Так, сундук сындырып алайын. Ойбай, өлтіріп жатыр. Жанасыл, қаш, қазір сен құтқарам. Болды, қашып баратып. Ойбай, мынау скелет. Мені құтқар, мен ашақта қоғалап жүр ғой. Мен сен қалай құтқарап, Глобал? Жарайды, сені қазына скелеттен құтқар жіберейін мен. Ой. Давай, құтқар. Хорош. Ой, шығайын деп баратып өлем мен қазір, Глобал, құтқаршы. Қазір сен құтқарам, мендей батыр болмағанда, сен естейтін балақай. Ойбай, мені өзім өлтіреді. Глобал, байқа. Ал, мен түсіп кетейін, достар. Үлгердім. Глобал, сен ше? Мен қалдырып кеттім ғой сен астында. Мақұл, өзің келе аласың ғой. Сатқын десе, мен сатып кетті анау. Өз қас сүрекке танытқанша шыдай ма екенсің, Глобал? Білмеймін, шыдайтын. Мақұл. Ал достар, біз енді астыдағы ингредиенттерін бәрін жинап алдық. Астыда сундук тұр екен, достар. Мен онда өзім творческийді қоймадым, достар. Чатасып қалдым. Творческийді қоймады қайшы, Глобал? Әрине қоймадық қой. Тауық бізде қайдан жүр екен, достар?
түсінсем бұйырмасын, тауық не істеп жүр? Ё-май, тауық бар бізде достар енді. Так, Глобал, сен қайдасың? Глобал. Мен астында жүрмін, кастанатты ғой, зомбилер өледі. Мақұл. Мен тас шығара берем, сосын ары қарай үй сала берем. Так, бізде қазір 2 тауық бар. 2 тауық бізде. Ойдей, жұмыртқа адамына істеп зомбилерге жұмыртқа атсақ болады негізі. О, мен жизнь бітейін деп қалды. Менде маған не керек? Ет керек. Түсіп кете бердім ғой мен. Так. Тауық мен бетіме қарап тұр, ай кетіп баратыр. Менде нан бар. Басқа көзаттар бар екен. Ал жақсы достар. Мен енді не істесем болады? Хлебті жеп алайын. Басқа малым жоқ, жизнь толтырып алайын сәл-пәл. Лаваға түсем өліп кетуім де ажап емес қой. Так, тауық өлгісі келіп тұр что-то достар. Бетіме... Ой, тауығым! Өлме. Ойбай, не жанып кеттім мен? Ойбай, ағаш өсіп кетті ғой достар. Ағашымыз өз... Ой, жанып отыр, ағаш жанып отыр. Глобал, қайдасың, көмектессеш? Ой, мен астында өліп жүрмін өзім. Қойларды өлтіріп жатыр ғой, төсекке. Ой, Глобал, сен де бір. Жарайды енді, өзім өсірем, ойбай, таспен қаптап тастаған болмады енді. Ой, қайтсем болады, ағаштар бәрі киіп кетті, босқа еңбегім. Хотя доскаларды сындырып алдық па, ағашы доскасы бағанға. Блин, бәрі киіп отыр, ойбай. Блин, бар. Пойди төртеу ғой. Өліп кетесің, өзім шошып кеттім достар. Негізі үйсіп дами берсе болады. Бір тауық қана қапты бізде. Бірақ тауық қалды. Бір тауық кетсе бітті бізде. Мұны тауық қалай келген мені қызықтырды достар. Что-то подозрительно. Өзім шошып кеттім ғой. Ё-моё. Тауық қалай келген комментарияға жазып кеттім. Может сумен ұшып келдім екен біз сияқты ше. Ай, олай болуы мүмкін. Өле алмай жүрген тауық сияқты достар, жарайды ал. О, тағы бір ағаш өсті Глобал. Так, ал енді бізге керегі мына ағаш сындырып алып, және де бізге доска жасап үйді тұрғыза беру керек ар жағына. Бұл видеода біз қанша минутта дамиды екен, сол қызық отыр. Ой, мына жанып жатыр ғой қайтадан. Блин, сындыр. Тез. О, күйіп кетті ма? Пайды күйіп кетпеді ғой, мен алдым ғой деймін. Давай. О, хорош. Мына ағаш енді плотно бізге қалданды. Асығыстық емес бізде. Жайлап сындырып жатырық. Так, біз 2 ағаш сындырдық. Біздің аяқта тұқым алайық. Тұқым керек болады, тұқым. А то ағашсыз қалып қаламыз тағы да. Тауық бізге 1 ағаштық тауығымыз қалды ғой. Так, 43-тік досканы бізге шығарып алса болады екен қазір достар. Так, енді бізге керегі мына тастар сындырып алайық, а то тасымыздың бостан босқа обалып болады оны, болмай кетті ғой. Так. Пайди бізде тауықтың жарымның несі бар екен? О, тұқым кетіп қалды ма? Блин. Мына тауық өлгісі келіп жүр ғой, қарап жүрген жүріс айтсаңдаршы. Ал енді біз не істесек болады? Алып сындырайық бостан босқа. Глобал пока что жақта қойды аулап жүргенше. Жанасыл, мен аяқта негіз бар ғой, қойларды өлтіріп атыр. Мен 2 ағаштық қой қалды ғой, шатаспасам. Молодец, Глобал, енді сындыра бер. Бізге пайди керек. Зато өліп қалсақ, сразу аспаннан шығамыз да, сумен көтеріп жүрмейміз. Сондай бар ғой өзі. Достар, сендерді қызық болып отырмын, комментария жазып кеттіңдер, если что. 2-ші час керек болса, оны міндетті түрде шығарамын. Ал достар, біз видеоны кішкене монтаждап қысқартып жіберейік ал. Кеттік. Мінекей достар, біз видеода Глобал бізге төсек сап берді. Рахмет, Глобал. Оқашы, Жанасыл, енді мен болмаса мен сен төсексіз қалайын деп тұрсың ғой. Айтпа, енді төсексіз енді қалай істейміз енді біз. Төсек арқылы танатқызып жүрміз, зомбилер өйтіп қырылып керек емес. Глобалдың жасаған тілігі осы, міне қой аулап кәдімгідей бізге ет әкеп төсек жасап берді. Рахмет саған, Глобал. Оқасы. Немені чатқа деп жазып жатсың сен, чатра деп па, Глобал. Немен қатпысың? Глобал. Чатқа жазсын. Глобал прикол саптысың ба? Қалзындай мен бір ойынды көтере мағасан немене? Жарайды. Қалзын болса түстемін ғой досым. Так. Что-то не істесек болады. Нас тас сындыра берейік. А, Глобал, сен айтпақшыдай бар ғой.
үйді сала бересің әлде мен сала берейін бе? Өзің сал шебек, кеттім бір аулақ білет шығармын қазір. Мақұл, міне мен достар, бастама сол осы таспен. Так, мен қазір үйді салып тастаймын жарты жағын. Пайди күшті дамып келатық, бастама шамын емес достар. Есі үйді салып алайық жан жағынан. Мен айтпақшы, осы видео ұзақ болып кетпесін деп, әрбір дамымаған кездерімізді ғана видеоға салатын болам достар. Яғни қысқартып сіздерге видеоға түсіріп жіберермін. Бәрі жанасыл ағаш қашан өседі? Мен білмеймін, Глобал енді өсу керек пайдешы. Не болды, сұрай берді қайта. Просто керек ағаш. Я білем, ол керек қой бізге. Пайди бірінші тас бізге керек тас. Тас арқылы біз қазір мен үй салып жатырмын, үйдің астын. Сол арқылы біз дами береміз. Мен әттім батты ғой. Достар, бұл бізде уже екінші түн ғой, шатаспасам. Пайди екінші түн атып жатыр. Пайди біз нормально дамып жатырық. Ал үйдің жалғасы салынғанын қазір осы видеоның жартысында көресіңдер. Мінекей достар, біз уже үйдің былайына саптадық. Үйді екінші этажын, яғни екінші бөлмесін мен қазір салып жатырмын ары қарай. Ал Глобал бізде болса тамақ әкеп барады. Енді мен болмаса мен тамақсыз қаласыңдар ғой бейшаралар. Қараңдар достар, мен сендерге үйді бір лайфхак көрсетейін. Асы қайда түсіп кеттің сен? Асыдан бары мен заттарды жинамаймын мен. Аншылық жасамаймын ба? Ой, жарайды енді қазір мен сендерге бір зат көрсетейін дегем. Яғни біз қазір лаван тестік. Глобал өзі істей берсін жарайды. Мен лаван тесем де және де анау суға барады ғой. Суға барғанда тастар былай көп шығады. Сол кезде Глобал қазір маған сол тастар теріп әкеп береді. Ой, не істейсің сен? Өзің теріп ал тастарыңды. Десек бет жарайды, өзім теріп алармын. Ал жарайды достар, өзім бармасам мен болмай кеткен сияқты. Кетті. Глобал, тогда сен қазір мұнаяқты тесіп тастаймын, мен сол кезде лаван қайтадан жаба саласың, мақұл ма? Жарайды, айтсам болды ғой. Ал достар, біз бірге ойбай түсамай жатырмын ғой мен. Тесер түстеш бол. Лава кетіп баратыр екен достар. Мен негізі бақсым істеп кетті осы негізде. Пока что бұл түскенше біз не істейміз? Просто қарап жүреміз жан жағын. Так. Міне, үсті басым істеп жатыр, тасты кенейте береміз. Басым істей бер деп айта бермеш. Не болды соншама? Енді мен айтпасам сен айтатын ба едің неменде? Айтатын едім ал, чотан. Жақсы, саған дауа жоқ екен. Так, енді бұлай істеген себебім қазір лава түссе, тастар көп пайда бола бастайды. Сондықтан да бұл жақсы идея пайда. Менде зат қалмай қалған. А то бәрін қойып шығатын енді көп. Қараңдар достар, қазір аз қалды лава түсіне. Жаба берейін ба? Жоқ, жаппа әлі. Әлі түспеді. Өзім айтам түсті деп. Так, бізге кость міне. Достар, айтпашы болса, сүйек арқылы біз ағашты тез өсіре алатындай костяная мука ма, сондай жасалсақ болады, жасалсақ болады. Пока что біз шошқалы ойын деп ем. Күрек лапатармен болып кетті. Так, қараңдар. Азақ қалды. Жаба берейін бе? Жаппа деймін. Жаппа. Қазір өзім айтам. Жаба берем. Жаппа Глобал. Қойшы болды. Так, міне достар, тас шығып жатыр бізге. Тас шығып жатқан сайын кайф екен негізі. Мынау тас сразу жинап аламыз ше, ана жақта тұрып. Үйді жартысы күйіп кетеді ана жақта. Төбеде алып жатсақ ше. Пока что жаппай тұра тұр қазір. Жаба берейін бе? Жаппай тұра тұр деймін. Так, біз қазір артына бақ көрек, артынан ағып атыр екен. Маяқтарды тастан сынды жіберсек, ағат. Не істеп қойдым мен? Қой жоқ қазір. Міне. Тас шығып отыр қайтар. Маяқтарды тас шығып. Ұмыт кеттім. Мақұл достар, осы жа тас шығып отқан сияқты. Бізге пайда нормально сияқты. Так, оны бүйтіп нет жүрсем ағам екен, ақпайды екен. Тогда осындай ғана тастар шықты ма не бізге? Азғындай оқыман сияқты. Так, бастап сындырып көрейік енді ал. Күйіп кетпесе болды. Күйіп кетті. Тогда жаба бер төбесіне. Жауып тастаған мен уже. Мә достар, қазір мен тастар барлық жинағанын видеоға көрсететін болам. В общем, достар, мен жаңа өлік қалдым да лаваға.
ой өліп қала бересің. Енді өліп қалдым да, енді қайтейін, әдейі өлген жоқпын ғой. Так, достар, міне мен заттарым аста қалқан, бәрі күймей тұрғанда мен жинап алайын тез. Тез бар, жинап ал енді. Мінекей достар, айта береді маған жинап ал деп. И так жинайын деп жатырмын ғой мен. Мынаны қараңдаршы, талай нәрсе. Ал енді күте тұрайық, тастардың бәрі түссін. Мен өліп қалдым да, мен сіздерге жаңа айтып қойдым да, просто тастарды бәрін жинап қойғансы көрсетемін деген сияқты. Так, енді ол лава түскенше по идее мен мыналардың бәрін өлтіріп тастауым керек. Чак. Қойдылардың бәрін еті керек маған ше, по идее. Әлі көп бар сияқты. Көп бар әлі. Тас лава кеткенде азғандай қапты. Пока что күте тұрайық енді. Сен төбеден не істеп жатсың? Мен төбеде ағашты күтіп отырмын өскен. Молодец, күте ал, соны чауыпса, давай ма? Енді не істейді басқаша? Мен тұншығып жатырмын. Так, нормально. Так, достар. Міне, бітті пайди. Так. Мен әдейі осы қастыға түстім, ал ол болса төбеде қалды. Қазір суды бітейді, сол кезде маған су мешіт етті. Суды бітей берді, өзім айтам саған, ұқтың ба? Ой, білем, мен өзім бітеймін қашан бітесем де. Ой, жарайды. Пока что біз мыналардың бәрін сындырып алайық, достар. Бұл керемет нәрсе, ё-моё, басым істеп. Тас толыққа тесте шығарып алса болады. Чисто выживание ғой бізде. Қалай шығару керек техникаға байланысты бұл жерде. Так. Су пока что маған қатты мешіт етіп отқан жоқ. Өзім сосын айтармын. Тымбат кетпесе болған айтырмын. Бүкіл тастар жинап алым керек маған, тымбат бетір. Тез сындырып алайық. Короче, достар, мен қазір мынаяқтағы тастардың бәрін жинап алдым. Уже тымбат кетті. Так, глобалға мен қазір менде 40 тас бар. Глобал, саған қазір мен қылыш берем. Сен ұқтың ба? Ой, рахмет, осы сен болмаса қылышты қалар ма екен? Өлсенде қылыш бар екен ғой. Мен саған 2 берем, тағы да біреуін күте тұр. Ой, рахмет, енді сенге өлтіріпсен ба? Қумай, өлтірме мен. Алма жеп алайын мен, пока что. Ұйықтап аламыз да, не істейміз? Кет, ұйықтап алайық, қайлы түн, давай. Так, достар, міне біз ұйықтан деп атырық. Уже бізде 3-түн бар, шатасып кете берем мен, достар. Бізде уже міне мынаяққа мен 2-ші бөлмесін салып атырым. Ал, кеттік мынаяқты сала берейік. Кішкене ұзартайық бөлмені. Себебі 1-ші бөлмеміз біздің кішкентай ғана оқып қысқантайық болып қалды. Так. Мен бүйтіп салып атырым. Глобал, сен қайдасың? Мен астыға түсіп кеттім. Зомбилер өліп атыр екен ғой бәрі. Одан не пайда? Ал енді... Так, достар. Маңғырындар кәдімгідей дәу көрініп қалды. Глобал, сен үйге келсеш тез үйдің ұзындығын көресің. Ой, сен үй салып білмейді екенсің ғой, мен қалай салам творческийде? Ол енді творческийде салған сенің енді басқа. Выживаниеда дамыватқан басқа емес пе? Маған бәрібір. Анаған бәрібір екен, жарайды. Ал, достар. Так, мұнаяққа верстакты оқпақ бас жағыма. Так, мынау ағаштар өспей кетті ғой. Пока что тас қаза беру керек маған. 27 тас бар екен менің өзімде. 28 болды. Асыға тас түсіп кетті. Глобал, ала сал. Алмайым. Ала салсашы енді. Жарайды, алам. Сондықтан не бар екен? Керек емес заттар көп болып кетті. Қазір жоғалтпасам бұл обидно болады. Ет бәрін салып тастайын, маған керегі жоғалтпасам болды. Так, негізі бұлай көп нәрсе бар екен бізде. Жүндерді алып аптым мен. Тері тұра берсің, сүйердік киім тігіп аламыз одан. Үті батут жасаса болады екен. Бізде үйті садақ бар екен ғой. Садақты мен әкегем. Молодец, әкпесен енді. Соны қолданбайсың, не істейсің? Қолданам ба, қолданбайма, оны өзі білем ғой, сынайын деп тұрған садақ өзі. Мақұл. Так, уже біз қабырған сала берсек болатын сияқты. 28 таспен. Екіншісінде глобал өзі түсем деді, яғни тастарды өзім алам деді. Так что, осы жолы глобал алады. Мен мынаяқта просто так үйлерді сала берейін. Керемет. Так. Менде тас бітейін деп қалды. Көмектесесің бе?
қайдағы көмектескен маған көмектесе жастыға түсіп лучше. Ей, сен бір болмайтын тірлікпен айналысып жатқан сияқтысың ғой. Так, достар, біз мына жақта сындырып глобал немен болмайтын тірлікпен айналыса бересің? Өзім білем. Саған еш ет бермеймін. Қалсындайым жарайды, ет берші. Қарным ашық болды то. Саған кирка лақтырдым, мен лайықты бітеймін. Короче, жаңағы менің планымды осы жолы глобалға беретін боламыз. Ал, лаваны ашсам глобал, дайындал. Смело болдырандай. Болды. Так, аша берейін. Қалай, нормально кетпей жатыр ғой. Сен таспен бітегесің бе? Иә, таспен бітей сағам. Ой, ақымақ. Ал, біз енді достар не істейміз басқа? Бізде кирка бар. Тас қаза берейік енді. Өзімізде былай. О, ағаштарда что-то өспегіл көп болып кеткен сияқты. Ну, по идее, аралары ашық тұру керек, достар. Шатасасам, я? Араларын ашық қояқ. Аяқтар қай жаққа кесек болады. Так, ну... Опасно сәтқа алдындағыдай жанып кететін сияқты ма қалай? Астыда глобал өзі істейтін сияқты тірлігін. Я, істейм, смело ғой. Не айттым мен саған? Болды, ашыланбай ақ қойшы. Так, достар, лаван түскен әлі ұзақ уақыт бар сияқты. Осы ойын қызық болып жатыр, маған өзімен аватыр. Саған чек? Маған да аватыр, негізінде әдемі ойын болып жатқан сияқты маған да. Даму деген негізі опаны нәрсе, достар. Бұлайден даму деген опаны нәрсе. Чисто лава, су, ағаш деген ол бұлай керек нәрселер екен. Главный, яғни Майнкрафтта осы үшеуі главный нәрсе ғой, басты рөл ғой, бұлар атқаратын нәрселер ше. Тогда біз наяқтағы күтеміз, енді басқа не істейік? Просто тұрамыз ба? Что там глобал, жетті ма лава? Я, пақшы жетік болды. Үші мен наяқтағы еге берейін тұқымды ағашқа. Пайде бізге орын керек. Менде 5 ағаш бар екен. Қылышты алайық енді бір тамақ істесек бөлмейміз бе, қалай өзі? Глобал өзін істей бересің ғой, мен маяққа бір оружие әкеп қой сойып алайын ба деп жүрмін да. Шошқан аулап алайық. Ох, мынау баласы слизняк. Жаңып қалды баяқсы. Глобал, сен қайтасың? Мен аяқты қой аулап жүрмін ғой. Саған не айттым жаңағыны? Мына тасар сындыра берсейші. Мақұл сындырам. Так, енді мен саған көмектесе берейін ақырындап. Маған көмектеспей қой, өзім ақ бәрін тындыра салам. Жарайды. Не деген қалай істейсің сен жұмысты? И то золотой киім киіп алыпсың ғой, маған айтпай. Конечно, бро, мен өзім мықтымын ғой сондай. Бәсе мықтысың ғой сен. Так. Осы екінші часть керек сияқты мен подписчиктеріме что-то. Керек болатса комментарияға қайтадан қайталап өтейін, комментарияға жазып кетіңдер, достар. Я, достар, комментарияға жазып кетіңдер. Жанасылдың видеолар қызық қой, не дегенмен. Так, достар, мен лаваны бетіп көбейте берейін, зато көп шығады дегенде, деппін ғой. О, жота қараңғылат кеткен сияқты ма, қалай өзі? Десе сындыра беру керек мыналарды. О, қас, мына лаваларға сайын барат. О, өтпей қал, жота. Не болып тұр? Біреуміз сізге шоу керек, мен өзім шыға салам, жақсы ма? Сен өзің сындыра бер асты. Я, сындыра берем. По идее, нормально дамып жатыр өзіміз. Өліп көте жаздадым ғой. Мен асықпай шыға берейін. Опа, давай. О, шықтым мен, достар. Мен бірінші шығып алдым ғой. Так, өзің астыда сындыра бер. Ал, мен төбеге кеттім. Мұнан қараңдаршы, достар, кәдімгідей үйдің размері кәдімгі өскен біз басынан қарағанда. Біз мына видеоны негізі ұзартатын болсақ, біз этажға соқтамызға возможность бар менде. То есть бізде 2 адам болып дамысақ, осылай нәтижеге жеттік, ал көп 5-6 адам болып ойнасақ, пайда болады негізі. Что там глобал біте берейін ба? Жо, бітеме. Так, достар, мен үйді соға берейін ош блокта. Қойпсайын. Опа.
Ал достар, мен сразу үйге толық обзор істей салайын сіздерге. Міне достар, біз уже үйге есік салдық, және де бізге ағаш та өсті, бәрі де шықты. Мынаны қараңдар, глобалды үйті бас киім бар, золотой. Менде бас киім бар. Бірақ киімін сындырып тастады жаңағы. Мен сүйек арқылы скелеттерді өлтіріп қырылып жүріп, әзір дегенде осындай сразу ағаш өсіретін нәрсені алдым. Яғни костяная мука. Сүйектің оны дүйма сондай бәле ғой, короче. Ал енді қараңдар достар, біз үйді уже төбесін соқып тастадық, анау екінші бөлмені таспен. Глобал ағаш сындыра бер. Мақұл. Так. Міне, әдемі. Ой, не қарайсың? Не болды, қарауға болмай ма не? Өлтіп тастайтын сияқтысың сен мен. Ал достар, мына қоқ қойғам мен. Өсем екен деп қоқ қойғам ғой. Жарайды. Но тұқым алып аламыз ба, или что не істейміз? Менде 10 доска бар. 10 доскың төбесін жауып тастайын ба? Қаш. Так, жауа берейін. Опа, жетсе болды. Міне мен ар жақта уже тас комнатадан уже жартысын дегенде полностью соқып тастадым уже таспен. Глобалдың арқасында ол бағана тастарды жинап әкелген, мен сендерге толық обзор көрсетемін деген сол болған. Бөлме полностью жасап тастадым да. Жақсы дамып жатырық. По идее осы этажканы соқып тастау керек бізге ше. Этажка деп қойған ғой. 2 бөлмені. Глобал сен не істейсің енді? Білмеймін жота. Даму керек қой дұрыс адам деген. Мақұл, өзім біл не істейсің енді. Бізде азақ не қалды енді? Доска керек. Азақ жері ғана ашық. Оны қазір біз жасап тастайық, крышасын соқып тастайық. Жаңбыр жауып кетсе тағы да бәле болып үстімізге жаңбыр тие береді ғой. Так. Бізде не бар уже? Тұқым керек. 2-ақ тұқым қалды ма? Сондай қалды ғой по идее. Менің жүрегім аз қалды ғой достар. Жизнім аз қалды қазір. Бір түссем өлем мен достар, ренжімен де. Ал мына тұқымды саптайық енді. Тұқымнан бізде көп екен достар. Мына тұқымды ектім да мен мына қазір костюммен барам да. Дос костюм мука. Өсіре беремін ғой. Мен мынаған сонда қанша рез басу керек? 6-ау. 3 рез басым. Міне. 3 рез басу керек екен ғой. Қайтып не болып кетті мынау? Мына ағаштың объемы қандай дәу екен достар. Нормально достар. Пойди нормально дамып кеттік достар. Жанасыл наңғыра мына яқта үйдегі кәме әдемі болып қапты, Енді конечно соғып жатырық қой. Мен қазір мына крышасын жаба берем. Ал сен не істейсің? Білмеймін, пайда жүре тұрады менің ішінде. Сол. Мақұл. Так, мен қазір 16 доска шығарып алайын. Опа, міне. Крышасын соқтысам пайда жетеді мынау. 16. Так. Аха. Ал достар, бізге осылай крышасын соғуда тез бітті. Мінеки достар, үйдің крышасын соғып тастадық. Міне достар, сендерге үйге қазір толық обзор көрсетіп кетейін. Ал, мынаны жауып қояйық. Ал енді күшті болды негізі. Дескі болды. Қызық видео болған сияқты бүгінгі. Солай ойлаймын, мен подписчиктерім ұнаған сияқты. Глобалный аяққа төсекті көсіріп тапсың ғой. Қысқантай ғана жерде ұйықтаймыз да. Так, міне достар, сіздерге осындай обзор 2 бөлмелі үй соқтық. Ал енді достар, бүгінгі видеоны естіп аяқтасақ болады. Қызықты видео болды деген ойдамын. Ал егерде осы ойынның жалғасын көргілерің келсе, комментарийға керек 2-ші час деп жазып кетіңдер. Біз обязательно түсіретін боламыз, ойнаймыз, ары қарай осы серверде дами бастаймыз. Бүгінгі видеоны ұнаса каналға тіркеліңдер және де лайк басып кетіңдер достар. Сендермен бүгін болған Жанасыл және Глобал каналға тіркеліңдер. Бүгінгі видео қызық болды деген ойдамын. Ал аман есен, қош, сау болыңдар достар.